Қайырлы күн, достар. Екінші сабақта біз тоқудың мынау оң әдісі және теріс тоқу әдісін көрсетемін. Ең алдымен ол үшін бізге бірінші ілмекті тоқымай келесі бізге өткізіп аламыз. Келесі ілмектерді және ең соңғы ілмекті біз теріс тоқимыз. Бұл оң тоқу әдісі. Келесі әдіс теріс тоқу әдісі. Әдеттегідей бірінші ілмекті тоқымай аламыз. Кейінгі ілмектер жіп жұмыстың алдында. Тоқыман әдісінің теріс тоқу әдісі және оң тоқу әдісі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.